Сәлем достар, бұл білім ол жобасының кезекті сабағы. Бүгін біз цифрлық маркетинг дегеніміз не? Оның қандай мүмкіндіктері бар және қазіргі жастар бұл саланы қалай меңгере алады? Осының барлығын қысқа әрі түсінікті түрде айтамыз. Бұл әлемдегі ең тез дамып жатқан мамандықтың бірі. Цифрлық маркетинг бұл интернеттегі жарнама, контент, әлеуметтік желілер, сайттар және деректер арқылы клиент табу процесі. Яғни бренд пен аудитория арасындағы байланыс онлайн кеңістікте жүреді. Мәселен, қарапайым тілмен айтайық. Қазіргі таңда компания адамдарды офлайн іздемейді, өйткені аудиторияның өзі интернет арқылы келеді. 2025 жылы әлемдегі интернет қолданушылар саны 5,3 миллиардтан асты. Адамдар күніне орта есеппен 6 сағаттан астам уақытын онлайн өткізеді. Осы орайда сізге сауал. Күнделікті Instagram, TikTok, Facebook'ты қарап, жарнама мен жаңалықтарды оқығанда қанша уақытыңызды онлайн өткізесіз? Қазақстандағы жағдайды айтайық. Бүгінгі таңда Instagram қолданушылар саны 7 миллионнан асты. Жуырда ғана қолданысқа берілген TikTok'тың өзі Instagram'нан озып кетті. YouTube әрине әдеттегідей ең танымал платформа, ал Каспий дүкені Қазақстандағы нөмір 1 маркетплейс. Бұдан шығатын қорытынды: аудитория қайда, маркетинг сонда. Digital маркетинг бірнеше бағыттан тұрады. Олар: SMM, social media маркетинг. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube платформаларында бренд таныту, контент жасау, аудиториямен байланысу. Екінші, таргеттелген жарнама. Мысалы, Meta Ads немесе TikTok Ads арқылы дәл сіздің аудиторияны нысанаға алып жарнама көрсету. Үшінші, контент маркетинг. Мақала, видео, подкаст, сторис, пайдалы посттар барлығы осының ішінде. Төртінші, SEO, яғни сайтты іздеу жүйесіндегі жоғарылату. Google-да бірінші орынға шығатын сайттар кездейсоқ емес, олар осы SEO жүйесі арқылы жұмыс істейді. Бесінші, email маркетинг. Бұл әлі де ең тиімді құралдардың бірі, өйткені клиентпен тікелей байланыс. Алтыншы, дата аналитика. Google Analytics, Яндекс Метрика сияқты құралдар клиенттің жүріс-тұрысын талдайды. Digital маркетинг күн сайын дамып жатыр. 2025 жылға тренд бағыттар: AI контент жасау, чат-боттар, автоматты посттар және видео дайындау. Шорт видео маркетинг, TikTok, Reels, Shorts. Инфлюенсер маркетинг, блогер арқылы өнім жарнамалау. Персонализация, әр қолданушыға жеке ұсыныс. Және e-commerce маркетинг, онлайн сауда платформаларында сату. Бұл бағыттар 16 мен 35 жас аралығындағы жастарға ерекше қолайлы. Қазақстанда цифрлық маркетинг жыл сайын 20-25%-ке өсіп жатыр. Мысалға 24 және 2025 жылдардағы дерек. Кәсіпорындардың 70% Instagram арқылы жұмыс істейді, ал TikTok контентіне сұраныс 2 есе артты. Жас SMM мамандардың табысы 150 мыңнан бастап 500 мың теңге аралығында.